Қоянның үйі ертегісі. Ертеде орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйі мұздан тұрғызылған, ал қоянның үйі ағаштан жасалған болыпты. Бір кезде түлкі қоянды мазақтай бастайды. Менің үйім жарық, сенің үйің қараңғы. Менікі жарық, сенікі қараңғы, деп айтыпты түлкі. Көктем келді. Түлкінің үйі болса еріп кетті. Түлкі қоянға келіп сұранады. Қояным, мені үйіңе кіргізші. Сұранды, қайта-қайта сұранады. Ақыры қоянды көндірді. Ал қоян оны өзінің жанына пештің үстіне шығарды. 1-2 күн өтті. Ал түлкі болса қоянды өзінің үйінен қуып шығара бастады. Қисық үйден кет, мен сенімен тұрғым келмейді, дейді түлкі. Сөйтіп қоянды үйінен қуып шықты. Ал қоян отырып алып жылады, қайғырды, аяғымен жасын сүртіп отыр. Осы мезгілде жанынан иттер жүгіріп өтіп бара жатқан болатын. Оф, қоян, неге жылап отырсың? Қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі менің үйімде тұрайыншы деді. Мен келістім. Содан кейін мені өзімнің үйімнен қуып шықты, дейді қоян. Қоян, жылама, біз оны қуып шығамыз, деді иттер. Ал қоян болса, жоқ, қуып шыға алмайсыңдар. Иттер болса, жоқ, қуып шығамыз, дейді. Иттер мен қоян үйге жақындап келді. Оф, түлкі, үйден кет. Ал түлкі пештің үстінен. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, деді түлкі. Ал иттер болса, қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Жанынан қасқыр өтіп бара жатқан еді. Қояным, неге жылап отырсың? дейді қасқыр. Ал қоян болса, сұр қасқыр, қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келген кезде түлкінің үйі еріп кетті. Содан кейін түлкі менің үйімде тұрайыншы деп сұранып еді. Мен келістім, бірақ мені түлкі өз үйімен қуып шықты, дейді. Қасқыр қоянға, жылама, мен оны қуып шығамын, дейді. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды, қуа алмады, сен де қуа алмайсың, дейді қоян. Қасқыр үйдің жанына барып қатты ұлыды. Түлкі, кет, шық. Түлкі пештің үстінен. Қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, дейді түлкі. Қасқыр қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Жанынан кәрі аю өтіп баратыр. Қояным, неге жылап отырсың? Аюым, қалай жыламаймын? Менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді де, одан кейін мені өзімнің үйімнен қуып шықты, дейді қоян. Аю қоянға, жылама, мен оны қуып шығамын, дейді аю. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сұр қасқыр қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың,
Жоқ, қуып шығарамын. Аю үйдің жанына барып ақырды. Рррр, түлкі, кет, шық. Түлкі пештің үстінен: қазір атып шығамын, секіріп шығамын, жүн-жүндеріңді жұламын, дейді түлкі. Аю қорқып қашып кетті. Қоян қайтадан жылап отыр. Қораз келе жатыр. Иығында шалғысы бар. Кукареку, қояным, неге жылап отырсың? Қалай жыламаймын? Қораз, менің үйім ағаштан, түлкінікі мұздан болды. Көктем келгенде түлкінің үйі еріп кетті. Түлкі үйіме сұранып кірді, бірақ өзімнің үйімнен түлкі мені қуып шықты, дейді қоян. Қояным, қайғырма, мен оны қуып шығамын. Жоқ, қуып шығара алмайсың. Иттер, сұрқасқыр, аю қуып шықпақ болды, қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Жоқ, қуып шығарамын, дейді қораз. Қораз үйге кетті. Кукареку, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет. Киініп жатырмын, деп түлкі естіп қорқып кетті. Қораз қайта: Кукареку, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет, деп тағы да қайталайды. Түлкі естіп: тонымды киіп жатырмын. Қораз үшінші рет: Кукареку, аяғыммен келе жатырмын. Аяғымда қызыл етік бар, иығымда шалғы бар. Түлкіні шалғымен шапқым келеді. Түлкі, пештен кет, деп айтады қораз. Түлкі қорқып кетіп, пештен секіріп түсіп, қаша жөнелді. Ал қоян мен қораз осы оқиғадан кейін қоянның үйінде бірге өмір сүре бастайды.